Xabi Alonso'nun birinchi o'yini o'ydag'iday bo'lgan yo'q. Kechagi o'yinda maskara bo'ldi. Al Inzaghi bo'lsa o'zini kerakli upaylarda olib ketdi. Al Mudrik bo'lsa futbolmen qo'shlasadi. Liverpool o'sha jazda tag'da bir top transfer jasayin deb жатыр. Al Manchester United'ning basbabkari o'sha mavsumdan keyin quladi degan axborotlarda bor. O'sha және o'shaga o'xshash жаңалықтарды bizning arnamizdan ko'rasizlar. Arnamizga tirkelib, like bosib varingni do'stlaringizga jiberuvdi unutmangizlar. Al biz bo'lsak adetdagidek bastayıq. Ағылшын Премьер-лигасы 26-жылғы маусымға арналған күнтізбені ресми түрде жариялады. Бұл өте қызық, өйткені ол командалардың болашағына қатты әсер етеді. АПЛ жеңімпаздары дерлік әрқашан маусымда өте сенімді бастайды. Маусым басында сәтсіздікке ұшырап кейін қалпына келетін командалар өте сирек кездеседі. Сондықтан Арсеналға маусым басында біраз тер төгуге тура келеді. Алғашқы 6 матчта канонерлерді Манчестер Юнайтедке, Ливерпульға, Ньюкасл Юнайтедке қонаққа бару, сондай-ақ Манчестер Сити мен Ноттингем Форестпен өз алаңында ойнау күтіп тұр. Дегенмен бұл Арсеналға үйрен шықты. Жағдай өткен маусымда алғашқы 5 турда Астон Вилла мен Манчестер Сити мен және Тоттенхэммен кездескен болатын. Ештеңе етпеді, бәрін еңсерді. Бірде-бір жеңіліс жоқ және 15 ұпайдың 11-ін жинады. Канонерлерде мықты, теңгерімді және ең бастысы тұрақты команда бар, сондықтан олар үшін маусымды бастау қиын болмайды. Опта мәліметіне сенетін болсақ, Манчестер Юнайтед 5 ойын қатарынан маскара болып жеңілеттен ақпараттар да бар енді. Арсенал және Челси мен өз алаңында Манчестер Ситиге және мықты Фулхэмге қонаққа барады. Кесте жарияланғаннан кейін Амаримді жұмыстан босату деген ақпараттарда қазіргі уақытта көп тарауда. Енді Рубен Амарим осы ойындарда жеңіле беретін болса, енді қулатыны анық. Манчестер Юнайтедтің жанкерлеріне жеңіс керек, чемпиондық керек. Ал Манчестер Юнайтед болса соңғы рет қай жылы Ағылшын Премьер-лигасын жеңіп алды? Өз ойларыңызды комментарияға қалдыруларыңызға болады. Рубен Амарим қазіргі уақытта өзінің жұмысын жақсы атқара алмай жатыр. Енді Лига Европаның финалына да барды, бірақ жеңілді. Хотя бы Эрик тен Хаг бір трофей алып берген еді, бірақ Рубен Амаримде жақсы құрам болса да соны басқара алмай жатыр. Европа лигасының финалына дейін шықты және Тоттенхэм клубынан жеңіліп те қалды. Ал енді осы маусымда біраз ақпараттар шығып жатыр. Арсеналдан маскара болып жеңіледі деп. Енді Арсеналда қазіргі уақытта мықты клубтардың бірі деп айта аламыз, бірақ әрқашан енді екінші орынмен шектеліп қалады. Ал келесі маусымда Манчестер Сити жақсаратыны анық, ал Манчестер Юнайтедте болса біраз қиындық туайын деп жатыр. Достар, сіздер мені айтты дейсіздер, осы қараша айына дейін Рубен Амарим командадан кетеді. Ал Ла Лигаға тоқталатын болсақ, Ла Лиганың күнтізбесі әлі шыққан жоқ. Бірақ енді бұндай нәтижеден нашар нәтиже деп ойлаймын. Негізінде шығарып қоюы керек еді. Бірақ енді Ла Лиганың президенті Хавьер Тебас болса, біз енді Ағылшын Премьер-лигасынан мықтымыз, әр жағынан дамып кетеміз дейді. Дамып кеткен болсаңдар, ана календарды шығармайсыңдар ма деймін. Шығарып қою керек қой негізінде. Ника Уильямстың Барселонаға ауысудың ең аз мүмкіндігі болса да, баса клубтармен келісі жүргізуден бас тартқан Венгер тіпті агентін каталондықтармен байланысуға және трансферді ұсынуға мәжбүр етті. Бұл идея футболшының өкіліне ұнамағанына қарамастан, кеше Жерар Ромеро Никомен Барса барлық мәселелер бойынша келісіп қойған деп хабарлады. Блограна қаржылық қиындықтарға қарамастан бұл трансферді іске асыра алатын сияқты. Біз қазір әділетті ойын жүйесінде бірде-бір деңгейінде тұрамыз. Бұған көп еңбек пен сіздердің көмектеріңіз арқылы жеттік. Сол себепті біз Дани Ольманы келісім-шартқа отырғыза алдық. Бұл бізге келісім-шартты қалыпты режимде жасауға мүмкіндік береді. Біз жаңа бір ойыншыны жақын арада қосуға жақынбыз. Бұл ойыншы бізді қатты шабыттандырады делінген еді клубтың мәлімдемесінде. Алайда Хавьер Тебас бұған қарсы пікірде. Ол каталондықтар бұл жүйеге әлі толық оралмады деп отыр. Енді кімге сенеміз? Кеше Барселона Эспаньолдан Жоан Гарсияны сатып алғанын жариялады. Барса 25 миллион евро көлемінде өтемақы төледі. Ал келісімшарт 2031 жылға дейін жасалды. Ла Лига бұл трансферді мақұлдады. Клубтың трансферлік лимиті де тәртіппен сияқты. Марка басылымының айтуынша Гарсияны сатып алу үшін клуб қарызға батқан деді. Енді бұл ақпаратты рас па өтірік па білмейміз.
Endi Barça Marc-Andre ter Stegen'den qutuluvdi josparlab o'tir. Klubda 3-1 mixta qaqbashini ustavdan qajeti yo'q. Garcia birinchi nomer, ikkinchi o'rin Wojciech Szczesny olgan qo'shilqi bo'ladi. Al endi Marc-Andre ter Stegen'den qutulg'isi keldi. Jurnalist Alfredo Martinezning aytishicha, ter Stegen Hansi Flick bilan harakatnasi yaxshi emas. Sol sebepda komandaning prezidenti John Laporta da bo'lsa, o'z o'yinchini jibiruvga dayin ekanini yetkazib жатыр. Алдыңғы yillarda aytgan edi, Galatasaray klublarida qiziqib o'tir. Endi Galatasarayga mening o'yimcha barmaydi. Milanға baradi degan axborotlarda hozirgi vaqtda ko'p taralib жатыр. Galatasaray klubi Marc-Andre ter Stegen'ga yilna 10 million euro beramiz debdi. Endi bu basıllarning aytuvi bo'yicha, biroq Milan klubi 6 million euro usunib жатыр. Marc-Andre ter Stegen'ni mansabni tanglaymi, aqshani tanglaymi, uni da ko'rib жатырmiz. Marc-Andre ter Stegen'ga shatliklar жаңалықтарымызды жалғастыра bereyik. Klubduk әлем чемпионаты бұл турнир жай ғана түкке тұрмайтын жарыс қана емес, сонымен қатар Атлетико басшылығы үшін команданың құрамы мықты деген қиялдан арылып, кеменің сыңауларын көріп, оларды жамауға керемет мүмкіндік. Мен сіздер Хайе Гилен мен Эсмейл Алинаның Пари Сен-Жерменге қарсы ойын көрдіңіздер ме? Бұл нағыз маскара допты жоғалту саны ақылға сыймайды. Матрашшылардың сол қапталы өте нашар көрінді. Клубқа жаңа сол қаптал қорғаушысы ауадай қажет. Бақытына орай клуб жағдайы жақсы түсініп отыр және қазірдің өзінде Ливерпульдің Энди Робертсон мен келісім шартқа отырғысы келеді. The Times мәліметінше, олар Астон Вилла қорғаушысы Люка Динге назар аударуда. Бұл қорғаушы да жаман емес, бірақ көбінесе қателік жіберіп отырады. Ла Лигада жағдай жақсара түсуі мүмкін. Қалай болғанда да Галеннен нашар болмайды. Флориан Плеттенбергтің сенімді ақпаратына сүйенсек, Атлетико Александр Зинченко үшін күрескеде қосылды. Арсенал украиналық қорғаушыны сатуға дайын және 20 миллион еуроға бағалап отыр. Зинченконың өзі де ауысуға қарсы емес. Ол тағы бір маусым бойы қосылғы құрамда отыруды қаламайды. Зинченко Арсеналдағы алғашқы маусымда өте жақсы ойнады, бірақ уақыт өте келе формасы төмендеп кетті. Доппен ойында ол әлі де команданың үздіктерінің бірі, бірақ қорғаныста жиі қателеседі. Атлетико бұл ерекшелікті қабылдауға мәжбүр болады. Қазір матрашшылар ең алдымен доппен дұрыс әрекет ете алатын және допты өз қақпасына жақындатпайтын қорғаушы іздеп жатыр. Бұл трансфер 20 миллион еуроға арзит деп ойлаймыз. Зинченко негізінде 20 миллион еуроға дұрыс. Ал егерде Робертсонды алатын болса, Атлетико Мадрид клубы Зинченкоға қызықпайды. Зинченконың керегі де жоқ болып қалады және орталық қорғаушы ретінде Ромероны алғысы келеді. Диего Симеоне өзінің отандасын командасына қосып алғысы келеді. Ол да өзінің сұхбаттарында айтқан екен, Кристиан Ромеро өте мықты қорғаушылардың бірі және біздің командамызға келетін болса, команда күшейеді депті. Бірақ Тоттенхэм клубы оны жібергісі келмейтіні анық. Жоқ дегенде қазір уақытта Тоттенхэм клубы оны 100 миллион еуроға сатады. Карьера Дело Спорт мәліметіне сүйенсек, Атлетико жаңа шабуылшы іздеуде. Құрамда Александр Серлот пен Хулиан Алварес бар екеніне қарамастан, матрашшылар Атлантаның шабуылшысы Эдемола Лукманға да қызығушылық танытып отыр. Наполи клубы Лукманды алғысы келеді, бірақ Наполидан көбірек ақша беріп бұл ойыншында өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Лукман үшін бұл оңай таңдау емес. Қай клубқа барса да негізі құрамда ойнайды және басқа шабуылшымен дуэт құрайтын болады. Хаби Алонсоның жігіттері кеше бірінші таймда Аль-Хилалға қарсы жақсы өнер көрсете алмады. Аль-Хилалға да жаңа бапкер келген еді. Бұл әрине Симеон Инзаги. Аль-Хилал клубы негізінде Реал Мадридті бірінші таймда біраз қинап қойғаны бар. Аль-Хилал негізінде бір ұпай үшін келгенде анық болды. Біраз шабуылдар ұйымдастырып жатыр. Қарынты шабуылдарға шықты. Кешегі ойында Реал Мадридқа жақсы қарсылас бола алды. Аль-Хилал клубыда біраз соққылар жасағанымен бірінші есепте әрине Реал Мадрид клубы ашты. Гонсало Гарсия екі аяқпен бір бәле істеп кешегі ойында гол салып кетті. Хулиан Алварес есте түскен болатын, екі аяқпен пенальти тепкені. Аль-Хилалға пенальти берді, пенальтиді Джо Невеш қабылдады және теуіп гол салды. Ал Фран Гарсияға тоқталатын болса, Фран Гарсия таза апат кеше еш нәрсе істей алған жоқ. Позицияны жоғалтып жатыр және допты көбінесе беріп жатыр. Енді Реал Мадрид қалай бұл ойыншыны алып жүр түсінбедім. Ал Гонсало болса кешегі ойында жас және бірінші ойыны болса да жақсы деңгей көрсете алды.
Men Rodrigo'ni atab o'tkim keladi. O'ng qaptalda o'ynaganına және оның шаболда өткір пастар жіберу мүмкіндігі шектеулі болғанына қарамастан, ол шаболдағы басқа ойыншылардан көрі жақсырақ көрінді дегенмен бұл аса үлкен жетістік емес. Vinicius ондай ойын көрсете алмады. Тіпті Xabi Alonso'ның өзі де бұны алып тастағысы келді. Мына жерде қарасаңыздар, енді таза симуляция жасады, соның арқасында енді сары қағазда алып кеткен болатын. Реал Мадрид шабуылдарға шыққанда Реалдың жаңа ойыншысы Трент Александр-Арнольд жартылай қорғаушы болып ойнады. Кешегі ойында нашар өнер көрсетті деп ойласақ болар. Пастары да қате және допты көп жоғалтып жатыр. Реал Мадрид жанкерлері кешегі ойында Трент Александр-Арнольдқа біраз хейт жазған болатын. Жалпы енді бұл тегін трансфер болды. Негізіне ақшаға сатып алғанда бұл нағыз провал болатын еді. Не дейміз енді, бұл жерде менің айтатыным Трент Александр-Арнольдтың бірінші ойыны енді келесі ойындар жақсарып кетеді деген ойдамыз. Трент Александр-Арнольд Ливерпульда жарқын өнер көрсете алды. Ал енді Хейсенға тоқталатын болсақ, Хейсен кешегі ойында өзін жақсы көрсете алды. Трент Александр-Арнольдқа қарағанда өзін жақсы көрсетті. Екінші таймда Реал Мадрид клубы жақсы деңгей көрсете алды. Матчтың соңында Реал Мадридқа пенальти берілді. Вальверде теппекші болды. Вальверде тепті және Яссен Бону қайтарып қалды. Вальверде кешегі ойында пенальти тебе алмады. Ойын соңында ренжіп жүргенде осы жаңа бапкер Xabi Alonso оны жұбатты, еш нәрсе етпейді деді. Ал енді ойынға тоқталар болсақ, ойын кеше қызық ойын болды. Бірінші қызық әрине Vinicius'тың жынды симуляциясы, ал енді Гонсалоның голы болды. Кешегі ойын ұнады ма, ұнамады ма, өзлеріңізді әрине комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Ал біз болсақ әдеттегідей жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Михаил Мудриктің Челси сапында тағы ойнауы екіталай дегенмен оның клубпен ұзақ мерзімді келісім шарты бар. Естеріңізде болса, украиналық футболшы допинг қолданған үшін уақытша алаңнан шеттетілген болатын. Маресканың өзі Лига конференцияның финалына шақыруды ұмытып кеткен, бірақ соңында Мареска шақырмағанына қарамай Михаил Мудрик командасымен осы Лига конференцияның медалін алып кетті. Челси клубы Михаил Мудрикке ешқандай сенім артпайды және 10-шы нөмірді алып тастап, 10-шы нөмірді Кол Палмерге берді. Жаңа маусымнан бастап Кол Палмер 10-шы нөмірді өнер көрсететін болады. Ал енді Мудрикке еш нәрсе айта алмаймыз. Мудриктің енді болашағы жоқ. Бұған дейін Украина құрамасының вингері допингқа оң нәтиже көрсеткен тест үшін уақытша шеттетілген болатын. Кеше ғана жағдай тіпті ушығып кетті. Англия футбол қауымдастығы ресми түрде ойыншыға айып тақты. Біз Михаил Мудрикті 2 рет тексерістен өткіздік, бірақ бәрі оң нәтиже берді. Әрине бұл допинг қолданғаны білініп тұр. Енді 3-ші және 4-ші тармақтарына қарай футбол ассоциацияның енді бұл ойыншы 4 жылға дейін осы футболдан шеттетіледі деді Англия ұлттық құрамасының Англия футболына қарайтын басшылық. Алайда украиналық футболшы Погбаның ісімен айналысқан және оның жазасын 4 жылдан 18 айға қысқартылған Морган Спорт Лав заңдерін жалдады. Мудрик енді 4 жыл емес 18 айда футболға қайта оралуы әбден мүмкін. Нең бар енді Челсиде өнер көрсетіп жүріп допинг қолданғаны. Достар, мен өзім түсінбеймін да, Мудрик соңғы допинг қолданғаннан кейінгі 2-3 ойыны нашар болды. Ал допинг қолданбаса ол сонда вообще алаңға шыға алмай ма? Сонда дым түсініп атқан жоқпын. Не дейміз енді, дәріштеннің де пайдасы болмай жатыр Михаил Мудрик. Ал Челси клуб болса біраз ақшаға күйіп қалды Михаил Мудрикті командаға қосып. Ливерпуль бұл трансферлік терезеден нағыз есінен айырылғандай әрекет етуде. Қызылдар футбол тарихында енетін трансферді жүзеге асырып қана қоймай, 2-1-де топ деңгейлі фулбекті Джереми Фринкпол мен Милош Кертисті қатарына қосып алды. Бірақ олардың соңғы қадам емес сияқты. Соңғы инсайдерлік ақпараттарға қарағанда клуб жаңа шабуылшыны сатып алуға қаражат іздеп жатыр екен. Жалпы айтқанда енді Виктор Осимхенді өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Енді қызылдарының бапкерінің өзі енді Осимхен болмаса маған Александр Исакты алып беріңдер деп жатыр. Исак өте мықты тоғыздықтардың бірі. Осы Ньюкаслға келіп барлық голдарды тапырлатып, пұтырлатып салып жатқан ойыншының бірі. Енді Ливерпульға келетін болса өте мықты болар еді. Ливерпульдің президенті өз ойын білдіре кеткеннен осы трансферге, біз осындай керемет топ трансферді іске асыруымыз мүмкін. Біздің командаға қазіргі уақытта 9-дық қажет депті. Бірақ енді Исакты ананы мынаны аламыз демеген, бірақ біз 9-дық аламыз деген. Енді бір мықты 9-дық алатыны анық. Александр Исак келетін болса, енді Ливерпуль пай не деген машина болатыны, тағы да ағылшын премьер лигасын жеңіп алуы әбден мүмкін.
Sizler oylalaringiz mumkin endi Liverpooldan qayerdan ақша kelib жатыр deb. Ағылшын Премьер Лигасын жеңіп алды 200 миллион евро пайдаға теңелді және осы маусымның осы жаздың ішінде Дарвин Нуньесті сатамыз деп жатыр. Дарвин Нуньес енді жоқ дегенде бір 50 миллион евроға кетеді. Бірақ енді Виртсті қазіргі уақытта командасына қосып алды. Виртс бар, енді мына жақта Мухаммед Салахлар бар, не деген ойын болды және мына жақта Сабаслай деген ойыншы бар, естеріңізде болса. Тағы да бір ойыншы бар, Макалистер. Бұлардың бәрі Исакқа пас шығарып тұрса, ойбай-ай, не деген голдар болады мына. Енді Ньюкаслдың өзі де 150 миллион евродан бір тиын түспейміз деп жатыршы. Енді бір тиын түспейтін болса, қымбат ақша сататыны анық Ливерпульда, бірақ қазіргі уақытта ақша бар. Ливерпуль енді 3-4 маусым бойы трансфер жасамай, енді бар күшін осы маусымға салып жатыр ма? Қалай жалпы? Ал достар, бүгінгі жаңалықтарымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздерге бір нәрсе айта кетейін, бұл 24-ші видео қатарынан. Енді бұл біз рекорд қоямыз деген ойдамын, бір 60-қа дейін аппаратын шығармыз. Сол үшін енді біздің арнамызға қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тегін лайкты аямайық.